Баршаңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге жастықтың тісін тігіп көрсететін боламын. 70-70 болатын сантиметр етіп. Маған осындай буымды дайындап алдым, кесіп. Осын каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте қызықты видео салатын боламын. Маған жастықтың ені мен ұзындығы 70-70 сантиметр кесіп дайындап алдым. Мен жастықтың тісін бір жағы басқа бұл, екінші жағын басқа бұлын тіктім. Екеуі де хыбы. Оның ұзындығы маған 95 етіп өлшеп алдым. Асты әрине 70. Бұл 95 сантиметрді оны бүктегенде сосын қайтадан орнына келеді. Бірінші екі шетін ғана 5 мм етіп бүктеп, сол жер екі аралықта тігіп алатын боламын. Тігіп алдым екі шетін. Өсіп екі материалымды оң бетін бір-біріне қаратып, шеттен тегістеп алатын боламын. Енді баған екі тігілген шетін, сол жері астыңғы жағын бүктеймін. 95 см өлшеп алған жерді, оны қайырын, қазір оған жастықтың өзін кигізетін боламыз. Бидайлығын кигізетін болғанға. Көрсетіп тұрғандай 3 шетін тігіп шығатын боламын машинамен.